Қайырлы күн баршаңызға. Өте дәмді, ерекше салаттардың бірі фарафон салатын дайындайтын боламыз. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Алдын ала піскен етімізді осылай ірі қылып турап алатын боламыз. Тәтті бұрышымыз аламыз. Өзіңіздің қалағанша алсаңыз болады. 3-4 қияр, қызыл бұрышмақ алатын боламыз. Жүгері, сары түрісін қолданатын боламыз. Етімізді осылай турап болғанымыздан кейін майға қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған майда екі жағын айландырып, аздап қызартып қуырып алатын боламыз. Қатты қызартып, қатты қуыру қажет емес, өзі піскен ет болғандықтан екі жағы қызарғанша айландырып қуырып алатын боламыз. Суытуға қоямыз. Ендігі қиярымызды осылай дөңгелек қылып турап алатын боламыз. Ыдысымызға салып, бұрышымызды ірі кубиктап турайтын боламыз. Сіз өзіңіздің қалаған түрін қолдансаңыз болады. Мен осы бар бұрышымен қолданып жасадым. Сіз қызыл түрін, сары түрін қолдансаңыз болады. Жасыл түрі де өте дәмді, қош иістер беретін болады. Осылай видеода көрсетілгенде турап алатын боласыңыз. Барлықтарын турап болдым. Ендігі кезекте үстіне сары жүгеріні қосатын боламыз. Фасолды қосатын боламыз. Көкөністерімізді турап үстіне қосамыз. Міндетті түрде зелен қоссаңыз болады. Өте дәмді, ерекше қош иістер беретін болады. Үстіне аздап тұз қосамыз. Көп қосуыңыз қажет емес. Қуырылып суыған етімізді қосатын боламыз. Қатты суып кетпеу керек, қыздар. Үстіне 2 қасықтай кетчуп қосатын боламыз. Ащы түрін қолдансаңыз, салатыңыз өте дәмді шығады. Кинза, зелен қосатын болып, қосып жақсылап араластырамыз. Жеңіл қылып араластырамыз. Қасықтың көмегімен қатты басып араластыру қажет емес. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Көп уақытты қажет етпейді. Піскен етіңіз ғана болса, қалғандарын турап қосатын боласыз. Тарелкамызға салатымызды салатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көруіңізге кеңес берем. Жақындарыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырсаңыз болады. Менде алдағы уақытта өте көп рецепттер шығатын болады. Салаттардың сан түрлі рецепттері бар. Менің каналыма өтіп қарасаңыз болады. Видеоның ақырына дейін қараған болсаңыз рахмет.